достар, бүгін сіздерге мен шапшаңдықтарыңызды анықтайтын арнайы тест дайындадым. Олай болса, сол артық эмоцияларды тап ойынын бастаймыз. Мұнда артық эмоцияды тап, яғни артық суретті тап ерекше болып тұрған. Мұқият қараймыз. Ура, таптық. Сізде таптыңыз ба? Ең соңғы қатарда. Келесі, осы эмоцияның ішінде қайсысы артық деп ойлайсыз осы суретте? Мен айтып болам дегенше тауып та қойған шығарсыз, иә? Олай болса, міне дұрыс жауабы екінші ретте тұр, екінші қатарда. Келесі, мұндағы артық қолды табайықшы. Дұрыс таптыңыз, яғни мынау оң қол, иә, қалған барлығы сол қолды көрсетіп тұр. Келесі, мұндағы артық қызды табайықшы. Қайсы ерекшеленіп тұр, қайсы фото ерекшеленіп тұр. Бір қарағанда бәрі бірдей сияқты, бірақ сіз дұрыс таптыңыз. Міне ұлы бала жүр екен қыздардың арасында. Келесі, шатастыратын суреттер де бар. Қайсысын таптыңыз? Сіз дұрыс таптыңыз, яғни бала теріс қарап отыр. Барлығы солға қараса, бұл бала оңға қарап отыр. Келесі, мұнан ішінде түйенің ерекшесін табыңызшы. Міне, бір өркешті түйе ерекше екен. Ал мұндағы эмоцияның, суреттің қайсысы ерекше деп ойлайсыз? Тез табамыз, мұнда біз шапшаңдыққа есептеп жатырмыз. Өзіміздің шапшаң анық көретінімізді тексеріп жатырмыз, иә? Өте жарайсыз. Екінші қатардағы үшінші сурет күн өте кішкене болып шығып тұр. Ал мұндағы артық эмоцияды мен айтпасам да бірден тауып қойған шығарсыздар. Өйткені тайға таңба басқандай бірден көрініп тұр. Ол біздегі екінші қатардағы сурет, яғни шатырдың қасында өзінің елкасы бар. Келесі, артық эмоцияды тап суреті. Бұл жерде яғни түсіне мән берсек болады. Шапшаң екендігіңізді анықтап жатсыз ба өзіңіздің? Әрине, мұнда дисктің суреті кішкене золотистылау, иә? Қалғандары күміс түстес. Ал мұндағы артық суретті табайықшы. Бәрі бірдей сияқты, бірақ ішінде біреу ерекше. Өте жақсы. Мұнда ең соңғы тұрған файл ашылып тұр, қалғандары бәрі жабылып тұр. Ал мұндағы почтаны табаймыз. Бұл әрбір үйде тұратын, хат салатын зат деп те айтсақ болады. Міне таптық. Бірінші қатарда тұр. Келесі. Мұндағы артық күнді табайық. Қайсы артық деп ойлайсыз? Қайсы ерекше деп ойлайсыз? Өте жақсы. Үшінші қатардағы сурет ерекше болып тұр. Ал мұндағы артық колонканы табамыз. Ерекше колонканы қайсысы ерекше деп ойлайсыз? Міне таптық. Сізде дұрыс таптыңыз. Бұл бізде төртінші қатарда тұрған колонка болатын. Менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әсем.